Егер сіз мына жеке жай сатып алатын болсаңыз, сыйлыққа Rolls-Royce Wraith және Ferrari аласыз. Бұл тек аяқ киімдерге арналған. Бұл тек сәндік заттарға. Тоқтай тұрыңдар, бұл соңы емес. Мынаны қараңдар, мына конфеттердің бәрі шынайы. Барлықтарыңызға сәлем, жағдайларыңыз қалай? Жаңа видеоға қош келдіңіздер. Бүгін бізде ең үздік видеолардың бірі болады. Себебі мен бүгін Дубайдағы ең әдемі және ең керемет жекежайдың бірін аралайтын боламын. Бұл үй 33 миллион доллар тұрады. Егер сатып алам десеңіз, сыйлыққа 2 автокөлік аласыз. Мұнда арнайы кинотеатры бар және бұл үй толығымен Bentley, Fendi, Louis Vuitton және тағы да басқа брендтерден жасалған заттармен қамтамасыз етілген. Адам сенгісіз, ендеше кеттік. Мінекей, біз енді ғана үйге жеттік. Бұл Дубайдағы жекежай 33 миллион доллар тұрады. Біз бұл үйдің иесі Майклмен көріскелі тұрмыз. Біз бұл жекежайда қандай қызықтар бар екенін көрсетеміз. Қош келдіңдер жігіттер, қалайсыңдар? Барлығыңыз қош келдіңіздер. Бұл менің досым Майкл, ол бұл үйдің иесі. Бүгін ол бізге үйді аралатып, ең қызық нәрселермен таныстыратын болады. Бізде бәрі дайын ба? Бәрі дайын. Кеттік, бастайық. Сонымен, мен бұл үйді өзім жасап шығарғанмын. Мұнда барлығына автоматизация жасалған. Кәнеки көрсетейін. Алекса, дисплейге үйдің жағдайын шығар. Бұл жерде сіз бәрін жасай аласыз. Мысалы, сауық кеш режимі, таңғы режим, қарсы алу режимі. Бұл тура темір адамдағыдай екен. Ол костюмін киіп алғанда көз алдына барлық ақпараттар шығады. Тура сондай. Бұл Тони Старктың үй секілді. Бүгін ауа райы қандай? Сіздің қайда екеніңізді білмеймін. Дубай. Қайда екенін білмеймін деген несі? Мұнда бізде Louis Vuitton үй толықтай әртүрлі өнер туындыларымен әсемделген. Енді біз ерекше аймаққа өтетін боламыз. Жігіттер, сендер шынымен күшті нәрсе көретін боласыңдар. Бұл өнер туындысы 100 мың доллар тұрады. Жақында ғана Құрама Штаттарында жасалған. Тапсырыс арқылы жасалған. Тіпті эксплуатацияға дайын. Бұл төтенше жағдайға арналған. Егер сізге шұғыл кету керек болса, мініп кетесіз. Бұл жекежайдың ең үздік бөлігі. Егер сіз бұл жекежайды сатып алатын болсаңыз, сізге 2 көлік беріледі, Rolls-Royce және Ferrari. Үйдің тағы бір керемет жері. Мына жерлерге автокөліктерді тұрақтаған бойдан ол қабырғадан шығып тұрады. Мысалы, мен Rolls-Royce'ым тұрақтадым. Қабырғада Rolls-Royce'тың эмблемасы пайда болды. Мен Ferrari'м тұрақтадым, Ferrari'дің эмблемасы шығып тұр. Енді біз асханаға барамыз. Бұл үйде 3 асхана бар. Мұнда Minofi үстелдері, ал қалғаны Versace. Мұнда не керектің бәрі бар. Бұл асхана толықтай жинақталған. Егер біз мына батырманы бассақ, мына жерде кесілер арнайы Bentley'ден, Expresso'дан. Мынаған қараңдар, мына кесені Bentley жасаған. Мына үйде барлығы түрлі фирмадан жасалған секілді. Шкафты міне осылай ашатын шығарсыңдар. Бұл расында да Тони Старктың үйі. О, құдайым, бұл Ferrari'дің кілті емес пе? Мына жерде әдеттегідей Bentley. Бұл есік толықтай автоматтандырылған. Әрі қарай мен не істеуім керек? Жай ғана жүре бер. О, құдайым, бұл сауда үйі секілді. Жүресің, ал есік өзіне өзі ашылады. Міне маған керек нәрсе. Менің шеф аспазым маған қымақтарды лақтырып пісіріп жатқан елестетіп жатырмын. Мына үй шынымен өте керемет. Біз енді ғана бастадық. Сіздерге тағы да бір керемет нәрсе көрсетуге асығып тұрмын. Мұнда бәрі Bentley, стол Bentley, орындық Bentley, ыдыстар Bentley, қасықтар, стакандар, барлық қонақ бөлме Bentley'ден арнайы мен үшін тапсырыспен жасатылған. Мына үйдегі маған ұнайтын заттардың бірі Louis Vuitton бөтелкелері. Достар, Louis Vuitton бөтелкелері өте әдемі. Бұл үйдің бір жақсы жері, мұнда бәрі автоматтандырылған. Мұнда тіпті терезелерді басқаруға болады. Мен мына батырманы басам, және бум, есік өзіне өзі ашылады. Асхана, жатын бөлме, тіпті барлық бөлмеде бар. Адам сенгісіз. Ал мына отырған перденің артында сюрприз бар. Кетті көрсетейін. Bumblebee. Бұл Bumblebee. Бұлардың қораларында трансформерлердегі Bumblebee орналасқан. Тоқтай тұрыңыздар, бұл соңы емес. Мұна жерде бәрі Bentley. Басқа бөлмеге кеттік. Менің 300-ге жоқ шампаным бар. Мұна жерде барлығы Crystals'дан бастап барлық шампандар бар.
Мына жерде сіздер көріп тұрған әр бөтелке шампан бірнеше мың доллар тұрады. Сондықтан бұл қымбат бөлмелердің бірі. Бізде тағы жасырын бөлме бар. Мына айнаны бассаң болды. Бум. Егер полиция сені тұтқындауға келсе, сен жай ғана осы бөлмеге тығылып қаласың. Дәл қазір біз сізді үйдің ең үздік бөлігін аралататын боламыз. Және бұл үйдің артқы ауласы. Үйдің артқы бөлігіне назар аударайық. Бізде мұнда Бамблби ескерткіші. Мына ескерткіш шынымен өте үлкен. Тіпті менен де. Мына жерде не керектің бәрі бар. Бұл жерде бізде барбекю. Бум. Мына жақта теледидар бар. Бұл аймақ таза демалатын орын. Тіпті мұнда ана жерден шығатын теледидар бар. Достар, мына жастық шынымен келместен жасалған. Біз ойдан шығарып жатырғанымыз жоқ. Бәрін өздеріңіз көріп тұрсыздар. Кәне, артымнан ер. Мына жерде джакузи бар. Және шағын жататын орны. Сіз мұнда қыздырынып алуыңызға болады. Егер сіз бассейнге түскіңіз келмесе, жай ғана жекеменшік жағажайыңызға баруға болады. Міне керемет. Егер сіз мынаны көріп тұрсаңыз, бұл үстел шынында бассейнде орналасқан. Мына жерде отыратын орындығы. Ал мына жерге болса, судың ішінде отырып тамақша беруге де болады. Бұл арнайы мен үшін жасалған өрт сөндіргіштер. Бұл шынайы өрт сөндіргіштер ма? Иә, ішінде шампан бар. Иә, тура солай. Мұнда менің жеке кабинетім. Мұнда сіздер көріп тұрған заттың барлығы Фендиден. Үстелдер, кілем, орындық, бәрі. Осы жерде адам уақытының көп бөлігін үйінде өткізу үшін арнайы кабинет. Үстелдер Фендиден. Мына үйде бәрі Фендиден немесе Бентлиден, бұның барлығы үймен бірге беріледі. Мен қазір сіздерді жоғарыға апарамын. Ең үздік бөлмелерді көретін боласыздар. Бұл екінші жатын бөлме. Мұнда жай ғана гардероб. Бұл жатын бөлме. Мұнда шығатын телевизор. Қайтадан мұнда бәрі Фендиден. Достар, мен қазір гардеробтамын. Мұнда бәрі әйнектен жасалған. Есігін ашпас бұрын ішіндегі киімді көре аласыз. Бұл мен қалайтын нәрсе. Барлық гардеробта болу керек. Бір киімді табу үшін бәрін ақтарғанды мен жек көремін. Әрі қарай кеттік. Бұл үшінші жатын бөлме. Бұл жердің концепциясы бөлек. Шынында жатын бөлме әдемі көрінеді. Маған жабық перделермен тұрған әдемі секілді. Мінекей, бұл жер кімнің жобасымен жасалғаны көрініп тұр. Майкл дизайн бизнесмен айналысады. Дәл солай. Мына ваннаға қарасаңызшы, барлығы мрамордан. Осындай типтегі қолжоғыштың атамын. Олар сондай күшті. Қараңдаршы, шашырамайды. Біз келесі бөлмеге кеттік, бірақ мына жерден ашылатын көріністі қараңдаршы. Біз төртінші жатын бөлмеге кеттік. Сонымен төртінші жатын бөлме. Айтқандай, сіздер мына үйдегі жарықты өзгерте аласыздар. Тек осы бөлменің ғана емес, бүкіл үйдің. Өзіңіздің көңіл күйіңізге қарай өзгерте аласыз. Қызыл, көк, жасыл. Бұл өте керемет. Бұл дискотека секілді. Бұл функция жарықты өзгерте алады. Ол үшін жай ғана қолыңды тигізесің. Бұл мен үшін ең үздік жатын бөлме. Мен қаншамасын көрсем де, мұндайды өмірімде көрмегенмін. Тоқтай тұрыңдар, әлі екіншісі бар. О, Құдайым. Бұл тек аяқ киімге арналған. Бұл тек сәнді заттарға, сағаттарға. Мынаны көріп отырған кез келген қыз маған үйлен дейтін шығар. Мына жерде Луи Виттон чемоданы, Chanel чемоданы. Мен сағатты қаншалық ұнататынымды білесіздер ме? Елестетіп көріңіздерші, барлық сағаттарыңыз осында. Қаншама Rolex пен Richard Milles. Сіздерге 33 миллион долларға үйді сатып алу үшін 30 миллионға татитын киімдер керек. 30 миллионға татитын киімдер керек. Иә, мен сенің сөзіңді ұрлап алдым. Ал енді жуынатын бөлмеге кеттік. Мұнда бізде джакузи, бізде тропикалық душ бар. Бұл бөлменің жақсы жері, мұнда жекешелеу режим бар. Жай ғана батырманы басасыз. Мұна жуынатын бөлме 1 секундта жекешеленіп кетеді. Жай ғана қараңыз. Бум! О, Құдайым, біз мына пультті барлық жерден тауып алып жатырмыз. Және әрдайым басып көргіміз келеді. Жай ғана қараңыздар. Ал бұл басты жатын бөлме. Жай ғана қарап көріңіз. Достар, біз басты жатын бөлмеде тұрмыз. Ал мен сөйлеу қабілетімді жоғалтып алдым. Мына жерде камин бар. Шынында, бұдан жылулық ұрып тұр. Мен сезіп тұрмын. Бұл жердің астынан шығып тұрған от секілді. Мұнда бәрі Бентлиден, тек қана кристалл шампаннан басқа. Сіздер түстеріңізде, армандағы үйлеріңізде болғыңыз келіп, осында тап болдыңыз, ойлаңызшы.
Біз екінші қабатқа көтеріліп бара жатырмыз. Ол жақ ойын сауыққа арналған. Мұнда тағы қабат бар ма? Иә, тағы қабат бар. Мұндағы барлық конфеттер шынайы. Бұл тура фильмдегідей. О, құдайым, бұл тек кинолардан көретін секілді. Сіздерге бұл шынайы екенін көрсету үшін бір конфет алып жеп көрейін. Олардың бәрі шынайы. Адамдар бұларды декорация үшін деп ойлауы мүмкін, бірақ бұл шынайы, және мен де біреуін жеп көрейін. Мына жерде кинотеатрға арналған барлық нәрсе бар. Начо, чипси, попкорн, M&M's. Бізде екі кинотеатр бар. Егер сізге қызықсыз болса, далаға шыққыңыз келсе, жай ғана ашық аспандағы кинотеатр бар. Бұл әлемдегі ең үлкен экрандардың бірі. Экран $200,000 тұрады. Бұл мен үшін үйдің ең керемет жері. Біз ашық аспан астындағы джакузиді көре аламыз. Мынаған қараңызшы. О, құдайым. Мына қылтимадан қандай көрініс ашылатынын қараңызшы. Сіздер қазір тағы бір кинотеатрды көретін боласыздар. Бұл кинотеатрда экран IMAX және 4K проекторы бар. Ойлап қараңызшы, 3 кинотеатр. Ал егер сіздер мына батырманы бассаңыздар, қалай ойлайсыз? Мынау қандай батырма? Достар, бұл массаж. Міне, бұл жай ғана керемет жеке жай. Осыны көрсеткен Майклға үлкен алғыс. Егер бұл жеке жайды көргіңіз келсе, астына сілтеме қалдыратын боламын. Келесі көріскенше.